Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін облепихадан шырын және шай жасаймыз, және қысқа сақтаймыз. Ол үшін біз облепиханы жақсылап жуып аламыз. Сок выжималканың көмегімен шырын жасаймыз, және шырынды мұз салғышқа құйып, морозильникке қатырамыз. Облепиханың құрамында 45% аскорбин қышқылы, яғни С витамині, кверцетин, рутин, ксантофил, кальций, темір, магний, алма қышқылы, каротин, май, В тобының дәрумендері бар. Ал жемісімен облепиховый май алынады. Оны медицинада дәрі ретінде қолданады. Облепиха майы қабынуға қарсы, антибактериалды, ауруды басады. Және радиоактивті сәулелердің әсерінен пайда болған терідегі жараларды жазатын әсері бар. Асқазан мен 12 елшек жарасына тиімді. Облепиха дәрумендер мен микроэлементтерге бай. Облепиханы мұздатқаннан кейін де, қайнатқаннан кейін де құрамындағы С дәруменін сақтайтын өсімдік. Құрамындағы Е дәрумені зат алмасуды жақсартады. Теріні ерте қартаюдан сақтайды. Облепиханың қышқыл дәмі ас қорытуды, асқазан сөлін өндіруді нығайтады. Ағзамызға фолий қышқылын береді. Облепиха майы косметикалық құрал. Себебі құрамында сирек кездесетін полиқанықпаған қышқылдардың А, Ф, Е, К поливитаминдік кешені бар. Емдік қасиеті. Облепиха майы терідегі түрлі жара мен күйіктерді жазады. Облепиханы аллергиясы бар адамдар, холециститпен ауыратын адамдар және бауыр ауруымен, гастритпен, бүйрек тас ауруларымен ауыратын адамдарға қолдануға болмайды. Егер сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген пайдалы рецепттер салып отыратын боламын. Қазақ тіліндегі контентті қолдаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.